Жетісай ауданда білім беру саласында тың бастамалар жүзеге асуда. Соның бірі Жылысу ауылдық округінде орналасқан Мирас білім беру орталығы. Негізінен математикалық бағытта тереңдетіп оқытатын бұл орталық аз уақыт ішінде ауыл тұрғындарының сеніміне ие болды. Алғашында тек математика пәніне басымдық берген орталық бүгінгі таңда ата-аналардың сұранысына сәйкес қызмет аясын кеңейткен. Қазір мұнда оқушылар орыс және ағылшын тілдерін үйреніп, бастауыш сынып пәндері бойынша қосымша білім алуда. Бұл балалардың жан-жақты дамуына үлкен мүмкіндік беріп отыр. Құрылғанына небәрі 2 жыл болған орталықта бүгінде 100-ден астам бала білім алады. Мұнда тек Жылысу ауылынан ғана емес, көршілес Атамекен ауылдық округінен де оқушылар келіп өз білімдерін шыңдауда. Мирас білім беру орталығы бүгінгі таңда 150 оқушыны оқытып жатыр. Ашылғанына 2 жыл өтті. 2 жылда өте көп жетістіктерге оқушыларымыз жетіп отыр. Орталықтың 2 жылдық мерейтойына орай оқушылар арасында арнайы олимпиада ұйымдастырылды. Білім бәйгесіне қатысқан оқушылар өзара бақ сынап логикалық ойлау қабілеттерін көрсетті. 25 сәуір күні Мирас білім беру орталығында математика, ағылшын тілі және орыс тілі әдеби жазу жылдамдық оқу курстарынан олимпиада өткізілді. Бұл олимпиададағы құрастырған математика пәні бойынша, яғни оқушылардың деңгейіне сай және аудандық, облыстық олимпиадалық келетін есептерден алынды. Және де 12 есеп, жалпы 100% тапсырма. Сол 100% тапсырма ішінен жаңағы әр оқушы өзіндік жаңағы процент балын алды. Және де 110 оқушы қатысты, жалпы оқушы саны 110 оқушының ішінен 30 оқушы бірінші орын 10 орын, екінші орын 10, үшінші орын 10 орын белгіленді. Және де оқушылар осы талапқа сай марапатталды. Сайыс қорытындысы бойынша үздік нәтиже көрсеткен оқушылар орталық құрылтайшылары тарапынан арнайы сыйлықтармен марапатталды. Ұйымдастырушылар мұндай шаралар балалардың білімге деген ынтасын арттырады дейді. Немерем Бақыт Меруерт Жеңісқызы осында білім алады. Ол математикадан тереңдетілген білімді өзінің апайынан келіп білім алады. Бұндағы орталықтың ауылдың ұстаздарын, балаларды топтастырып, өзге ұлттарменен халықаралық деңгейдегі жарыстарға барып жатыр балаларымыз. Менің немерем өзім Ташкент қаласындағы өткен былтырғы осындай математикалық жарыстан өзінің 6 сынып арасында 1-ші орын алып, төбем көкке жеткенде қуанып, осындағы ауылымыздың балдарына, еліне қызмет етіп жүрген Сакен ағай мен Айжан апайға алғысым шексіз. Мен Мирас білім беру орталығында 2 жылдан бері қатыстым. Мен Нарымбетова Айжан Сапаралықызына алғысым шексіз. Мен Алтын Сақа олимпиадасынан 3-ші орын, пән олимпиадасынан 3-ші орын, және бүгінгі олимпиададан 3-ші және 1-ші орындар алдым. Мен математика және де ағылшын курсына қатысамын. Ағылшын курсына 1-ші орын, математика курсынан 3-ші орын жүлдегері болдым. Қысқа уақыт ішінде нәтижелі жұмысымен көзге түскен Мирас білім беру орталығы алдағы уақытта сапалы білім беруді жалғастырып, дарынды оқушылардың дамуына үлес қоса бермек. Алла берген Құлша, Ғани Оралбайұлы, ақпарат Жетісай ауданынан.